Мен Орынбаева Решила Оралбаевна Атырау жоғары медицина колледжінің хирургия пәнінің оқытушы дәрігері боламын. Менің оқытушылық жұмысты істегеніме 40 жылдай болды. Оның алдында студенттік кезде жұмыс істеген, одан кейінгі практикалық медицинада істеген жылдарымды қоса алғанда 7-8 жылдай қосымша еңбек еттім. Қазіргі кезде осы хирургия пәнінің теориясын және тәжірибелік сабағын беріп келемін. Енді соңғы сол 40 жылдың ішінде кеңес дәуірін қоса есептегенде сабақты беру әдістері көп өзгеріске ұшырады. Бұрын мысалы біздер көрнекілік аздауда, бірақ балдарға көп жаттатуға тырыссақ, өзінің тәжірибесін олар ауруханаларда бірден науқастарға жасап үйренсе, қазіргі кезде біздер симуляциялық кабинеттер көп. Әрбір кабинетте бірнеше манекендер бар, сол манекендерге жұмыс істеп, таңып, дәрі егіп деген сияқты үйренеді. Мысалы, бастауыш класс оқытушылары өздерінің еңбегінің жемісін 30 жылдан кейін көреді деп айтса педагогикада. Ал біздер арнаулы орта медицина колледжінің түлектері кешегі біз үйреткен амалдарды қолына диплом алғаннан кейін бірден көрсете білу керек. Яғни олар кәсіби маман болып шығу керек. Ол оңай жұмыс емес, себебі медицина колледжіне келген балалардың бәрі бірдей, сол медицина саласында істейтін ата-ананың балдары болмауы да мүмкін. Сондықтан олардың көп хабары да бола бермейді. Сондықтан оларды бірінші курсқа түскен күннен бастап тәрбиелей бастайды, кәсіби ортаға бейімдейді. Ал біздерге жоғары курсқа келгеннен кейін біздер оларды қолдарына пинцет ұстауды үйретеміз, науқастың қай жағынан келуді, қарап сұрауды, және неше түрлі зерттеу әдістерін, жедел көмек көрсету әдістерін үйретеміз. Бұл енді өте ұзақ процесс. Енді мысалы айтайық, хирургиядағы ең маңызды тақырыптардың біреуі жаралар деген тақырып. Енді осы тақырыптың 30% теория, 70% практика болғандықтан, ал теорияда ол жаралар тақырыбы олардың бастарында өте қатты қалу керек бір оқығаннан кейін, ол қайтада оқылмайды. Сондықтан біздер оқушыларға өздеріне оқып келуге тапсырма береміз. Мысалы, тақырып оның жадында жақсы қалу үшін Қыз жібек поэмасындағы ертөлегеннің жарақаты, Қалқама мен Мамыр поэмасындағы Қалқаманың жарақаты, Мәншүк Мәметованың жарақаты, Әлия Молдағұлованың жарақаты, Хиуаз Доспанованың жарақаты бола қалған кезде, сіздер сондай жарақат алған адамға барғанда қандай жедел көмек көрсетер едіңдер деген сияқты ситуацияларды қайта-қайта талқылаймыз. Ол үшін біздің оқушыларымыз алдын ала дайындалып, слайдтар дайындап келеді. Сол слайдтарға сүйеніп, өздерінің көзқарастарын және қандай құрал жабдықтардың көмегімен жаңағы жаралыларға көмек көрсете алатынын талқылап, теорияның үстінде бір рет көрсете жібереді. Осындай тәсіл олардың осы тақырып жадында ұзақ уақыт қалуына көмектеседі. Енді практика жүзіне келген кезде бізде практикалық кабинеттерде неше түрлі жарасы бар манекендер бар, немесе алмастырып салатын жара муляждар бар. Соларды ауыстырып салып, оларға ең қарапайым жарадан бастап күрделі жарақаттарға дейін таңу, жедел көмек көрсету, қан тоқтату, шина салу деген сияқты әдістерді үйретіп зачет алып отырамыз, сынақтан өткіземіз. Сосын мына компьютерлік әдістер, неше түрлі инновациялық әдістер жолға қойылғандықтан біздер видео сабақтар түсіреміз өздеріміз, оқытушылар өздері информатиктің көмегімен түсіріп, біздердің YouTube каналында өзіміздің каналдарымыз бар, мына оқытушылардың, соған лекцияларымызды жинаймыз. Сонда мысалы бір нәрседен кеш қалған бала болса, үлгере алмай қалған бала болса, сол YouTube каналдарымызды ашып, біздердің лекцияларымызды оқып, қарап алуларына болады. Одан басқа неше түрлі слайд сабақтар бар. Одан басқа біз республикалық деңгейдегі әртүрлі колледждердің ұйымдастырған жарыстарына қатысамыз. Россия медколледждерінің ұйымдастырған жарыстарына қатысып, біздің әріптестеріміз жақсы мақтау қағаздарын алып жүр. Сондай видео сабақтардың арасында біздерде терапия пәнінің мұғалімдері мен хирургия пәнінің мұғалімдері жақсы сертификаттар алып жүрміз. Енді осы уақытты біздер ары қарай қолдана береміз. Енді болашақта әрине жаңа инновациялық технологияларды қолдану әрі қарай жалғаса береді. Біздер ол жұмыспен, ондай әдістермен жұмыс істеп келе жатырмыз. Болашақта да солай болады. Және біздің түлектеріміз бұрынғыдан да шебер, өзінің
міндеттеріне жауапты, өте жауапты адам болады деп есептейміз. Сосын біздер бірінші курсқа түскеннен бастап сіздер науқас үшін жауапты адамсыңдар. Өздерің жүріс-тұрыстарыңды, киген киімдеріңді, сөйлеген сөздеріңді ретке келтіріп қадағалап отырыңдар. Себебі қарапайым халық сіздерден үлгі алады. Педагогтар мен медицина қызметкерлері ақсүйек профессияның өкілдері дейміз. Сондықтан біздің оқушыларымыз өздерінің кәсіби шеберлігін арттыра беру керек. Біз сол үшін жұмыс істейміз.